Отбасын қалай бұздық? Бүгінде біраз жастардан айырылып жатырмыз. Қалай ойлайсыз, олар табиғатынан осындай ма? Барлығына 21 ғасыр кінәлі деп ойлайсыз ба? Жоқ, біз оларды өзіміз сындырдық. Бұзылған отбасылар. Олар ер адамдарды сындырды. Олар әйелдерді сындырды. Ал енді біз таң қалдық. Сонымен, бүгінгі күні көптеген ер адамдар Мәскеуде, Патрикте. Қыздардан осындай сөз тіркестерін естігенде ашуланады. Ер адам айына $50,000 табуы керек. Кейбіреулер айтады, күніне 2 миллион рубль және т.п. Оларға қарасаң, фирмалық киім киген, түрлі сұлулық салондарынан жақсы күтім жасаған жас. Ал блогер тіктөртбұрышта неше борыш бар деп сұрағанда, жауабы 3. Толық ішкі бостық. Олар яхталар, қымбат мейрамханалар, Монако, Мальдив аралдары бар жерде бақыт деп ойлайды. Олар бақытты болған сайын, жалақысы көп болса, соғұрлым бақытты болатынына сенімді. Бірақ бос адам ешқашан бақытты болмайды. Біз оларды қалай бұза бастадық? 30 жыл бұрын, бірінші арнада біз әйелдерді сындыра бастадық. Теледидардан бағдарлама болды, үйленейік. Сол жерде жүргізуші жігіттен сұрады. Пәтеріңіз бар ма? Оны қайда келесіз? Ел бойынша миллиондаған отбасылар оны тыңдап сіңірді. Дәл осылай, байқамай, қыздар идеяны алды. Ер адам жай ғана әмиян. Ер адам жай ғана шарт. Жүйенің өзі де отбасын бұзды. Заңдар, жеңілдіктер, ережелер бәрі әйел ажырасқаннан кейін бәрін алатындай етіп жасалды. Мәскеуде тұруға рұқсат алу, жәрдемақы алу және жалғыз басты ана мәртебесін алу үшін адамдар жаппай ажырасып жатты. Отбасы махаббат пен балалар туралы емес, қағаздар мен жеңілдіктер туралы болды. Пайда үшін ажырасуды өзіміз үйреттік. Отбасы құндылығын өзіміз жойдық. Содан кейін астрологтар, психологтар, жаттықтырушылар пайда болды. Олар бізге үйрете бастады. Үйленуге асықпа. Алдымен кейіпкерді зерттеңіз. Жұлдыздар бойынша үйлесімділікке қараңыз. Өз темпераментіңізді салыстырыңыз. Және бәрі алдымен мінсізді табу керек деп есептен. Сауалнамаларда, жұлдыз жорамалдарында, тесттерде не іздеу керек? Бірақ шындық қарапайым. Тұрмысқа шық, бітті. Содан кейін бірге өмір сүріп, қажет нәрсені жасаңыз. Идеалды іздеудің қажеті жоқ. Өйткені адамдар үйленбей тұрып емес, некеге жарайды. Үйлесімділік өмір бойы қалыптасады. Егер сіз тым ұзақ қарап, салыстырсаңыз, сіз жалғыз қаласыз, қолыңызда сауалнама бар және отбасысыз. Патриктегі богемиялық қыздар. Неліктен қазіргі қыздар ерлердің айына $50,000 табуын талап етеді? Өйткені олар басқаша болды. Олар жаман болғандықтан емес. Бірақ олар болғандықтан қайта құрылды. Салондар, қызметтер, маркетинг олардан өнім жасады, оларға имиджді сатты. Сұлулық қызметке айналды. Ал ер адам төлеуге міндетті. Нарық осылай жұмыс істейді. Махаббат емес. Қарым-қатынас емес. Бірақ сурет. Бұған кім шабыттанды және олар қалай болды? Бұл балалық шақта немесе мектепте басталған жоқ. Кейін ол алғаш рет салонға барған кезде. Олар оған айта бастады. Сен құдайсың, әдемі өмір сүру керек. Сүю үшін емес, қымбатты болу үшін. Ол бұл туралы ойлаған жоқ. Ол оған сатылды. Қазір ол жарнаманың өнімі. Ал ол ақшасын төлейтін адамды іздейді. Қызметтер, жарнамалар, блогтар басқа басын қалыптастыра бастады. Оған енді ойланудың қажеті жоқ. Оған қарау керек. Көрсету, талап ету. Сезінбеу үшін. Бірақ өзіңізді сату үшін. Элитаға еліктеу, неге және кімге? Олар жоғары қоғам үлгілі тұрған Монакоға қарайды. Голливуд жұлдыздарында. Олар миллиардерлердің әйелдерінің қандай екенін көреді. Және олар еліктейді. Бірақ ол жерде көрнекті адамдар бар. Әншілер, өнер адамдары, ғалымдар. Олигархтар, жасаушылар, инвесторлар. Олар бүкіл әлемге белгілі. Ал бұл көшірме ғана. Олар үшбұрыштың қанша бұрышы бар екенін білмейді. Бірақ олар ер адам мені қолдауы керек деп талап етеді. Бірақ олар талап етеді. Менің суретім үшін төлеңіз. Олар мұны қайдан алады? TikTok сайтынан, Instagramнан,
Озы басынан емес. Сөйтіп, мәнін түсінбей, еліктейді. Ауқымы, деңгейі, тарихы бар. Ал бұлар кімдер? Олар сырттай еліктейді, бірақ мәні бойынша ештеңе жоқ. Олар жасамайды. Олар ойламайды. Олар апармайды. Олар жай ғана өздеріне ұқсауға тырысады. Бірақ қарау болу емес. Нағыз элитадан айырмашылығы. Голливудта, Монакода әртүрлі әйелдер бар. Олар шегелер мен сөмкелер туралы емес, олар үлкен әлемнің бөлігі. Олардың ерлері әлемге әйгілі, көрнекті тұлғалар. Шкаласы бар. Ал мұнда бұл жай ғана көшірме. Бұлар шынайы. Бұлар ойнайды. Кейбіреулер жасайды. Басқалары қайталайды. Бұлар бір нәрсе емес. Қорытындысында бостық. Әдемі киім киген жүздеген бой жеткен әулие Патрик күнін айналып өтеді. Бірақ бос. Олар бүкіл өмірін идеалды бақыттың соңынан қуумен өткізеді. Бұл кез келген минутта келеді, миллион бергенде немесе яхтаға шақырғанда. Бірақ бақыт келмейді. Өйткені бақыт сыртта емес. Іштегі бостықта ақшамен емдеу мүмкін емес. Ал егер сіз бос адам болсаңыз, сіз ешқашан бақыт таба алмайсыз. Не істеу керек? Міне, ең қарапайым идея. Қолыңнан келгенше өмір сүр. Толтырыңыз. Және адам екеніңді ұмытпа. Бақытты ол жоқ жерден іздеме. Біреу келіп сені бақытты етеді дегенге сенбе. Өзіңізді маңызды сезіну үшін миллиондарды қумаңыз. Бақыт саған берілген нәрседе емес. Ол адам екенін ұмытпаған, мүмкіндігіне қарай адамшылықпен өмір сүретіндерге беріледі. Іске сәт. Видео ұнаса лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз. Авторы Ғалымжан Чауетов, Қазақстан.